Жасылдар партиясы экологиялық жағдайды реттеуді сұрап, президент Тоқаевқа хат жолдады. Бұл туралы байтақ басшылығы Астанада баспасөз мәжілісінде хабарлады. Партия экологтарының пікірінше, экология министрлігі қоршаған ортаны қорғаудың орнына салық органдары іспеттес тек экологиялық төлемдер жинап келеді. Ал тұрғындары болса, экологияның зардабын тартып отыр. Соңғы 10 жылда елімізде онкологиялық аурулар 3 есеге өскен екен. Есепте 350 мың науқас тіркелген. Оларға жыл сайын тағы 40 мың адам қосылып отыр. Айта кететін жайт, науқастар көбінесе ресурстар өндірілетін аумақтарда тұрады. Жағдайды ретке келтіру үшін партия мүлде жаңа экологиялық идеология тұжырымдамасын қабылдауды ұсынып отыр. Жасылдар бұл ретте министрліктің орнына президентке тікелей бағынатын экологиялық агенттік ашу керек деп санайды. Ал экоинспекцияларды орталықтан алып, жергілікті әкімдерге беру керек дейді саяси ұйым сарапшылары. Бұл жергілікті тұрғындарға экологиялық проблемаларды шешуге септігін тигізеді дейді олар. Себебі азаматтарға тексерістерге қатысуға, тергеу жүргізуге, ұсыныс енгізуге құқық берілмек. Және бұл ұсыныстар жүзеге асу үшін мәжілісте кем дегенде 10 адам Жасылдар партиясынан болу керек дейді баспасөз қатысушылары. Осы ұсыныстар жүзеге асқан жағдайда экологтар 30 жылға дейін ауаның ластану деңгейін 40%-ға дейін азайта аламыз деп отыр. Сонда сырқаттар арасында өлім-жітім азаяды деп сендіреді партия мүшелері. Жалпы Қазақстан тарихы таңдау алдында тұр дейді олар. Қазіргідей себеппен емес салдармен күресу беру немесе жаңа жүйе құру. Президент Тоқаевтың саяси ерік-жігері бізге қауіпсіз болашақ мүмкіндігін бермек дейді экологтар. Себебі экология министрлігі тек ақша жинаумен айналысып келеді дейді партия төрағасы. Қанша министр сотталып кетті экология? 2008-ден бастап қанша рет сотталып жатыр? Яғни сотталып жатыр, значит коррупционный жемқорлық жасайтын мүмкіндік бар деген сөз ол жерде. Чемодандар кіріп жатыр наличный ақшамен. Ұсталғандары қамалып кетеді. А ол жерде министр экологияда болған адамдар, мысалы, бай қуатты болып ол жұмыстан кетеді, мысалы, олигарх болып кетеді. Сонда қайдан ол министр, мемлекет қызметкер онда сондай жағдайға? Өйткені ол бір ғана адам барлық экологиялық барлық мекемелердің, кәсіпорындардың жаңағы квотасын береді. Я түсіндіңіз, сондықтан біз экологиялық бір адамға бермеуіміз керек. Айта кететін жайт, бүгінде елімізде ең озық қолжетімді технологияны енгізуге міндетті бірінші санаттағы 1000-ға жуық кәсіпорын бар. Олар мұржаларына сүзбе, яғни фильтр орнатуға тиіс. Бірақ экология министрлігі оларға дереу шара қолданыңдар деудің орнына біршама уақыт беріп отыр. Экокодекс нормалары бойынша бұл кәсіпорындар төлемдерден босатылады, ал басқалары үшін салық төлемдері әр 3 жыл сайын 2,5 және 8 есеге ұлғайып отырады. Бүгінде Алматы, Атырау, Қарағанды, Теміртау, Шымкент, Өскемен және Балқаш қалаларында атмосфералық ауаның ластану деңгейі жоғары күйінде қалып отыр. Ауаның негізгі ластаушылары өңдеу өнеркәсібі салалары, электр энергетикасын өндіру кәсіпорындары, сондай-ақ тау-кен өндіру, құрылыс, химия, мұнай, газ өңдеу кәсіпорындары дейді экологтар. Қазақстандықтар әскерге барудан қорқа ма? Журналистер Сенаттың жалпы отырысынан кейінгі брифингте қорғаныс министрінің бірінші орынбасарына осындай сұрақ қойды. Сұлтан Камалидиновтың пікірінше, жастар жайлы өмірге, еркіндікке және тұрақты күн тәртібіне үйреніп қалған. Сондықтан өмірлеріндегі өзгерістер оларды қорқытады дейді ол. Жастардың көпшілігі емес, бірақ қорқатындар бар. Олар жайлылық аймағында өмір сүруге дағдыланған. Олар бостандыққа дамыған өмір салтына үйренді. Әрине бұл қорқыныш тудырады. Бұл кез келген адам үшін қалыпты жағдай. Тағы бір сұрақ, адам бұл қорқынышты қалай жеңеді? Бұл біздің ортақ бірлескен проблемамыз және оны бірге шешу керек. Отанды қорғау әр азаматтың борышы болғанмен, олардың өмірі мен қауіпсіздігіне кепілдік бермейтін жүйе алаңдатпай қоймайды дейді сарапшылар. Бұған себеп те бар. Өйткені әскердегі қайғылы оқиғалар күн тәртібіндегі өзекті мәселенің қатарынан өшкен емес. Әскерге шақырылған жас сарбаздар отан алдындағы міндетін атқаруға аттанғанымен, ондағы жауапсыздық, әлімжеттік, бозбалалардың артынан келетін қаралы хабарды көбейткендей. Ал сарбаздардың бір-біріне қысым көрсетуі қалыпты жағдайға айналып, жасырын қылмыс қатарына қосылғандай. Олардың басым бөлігі психологиялық тұрғыдан шыдамай, қыл үстінде қалған өмірін ойланбай, қиюға дейін баратыны да жасырын емес. Әскерге сап-сау аттанған азаматтың мүгедек не мерт болып оралғанында көзіміз көріп, құлағымыз естіп жүр. Бұл тек сарбаздардың жеке қасіреті емес, бұл әскери жүйенің әлсіздігі мен құлдырауының айқын көрінісі тәрізді дейді аналитиктер. Біле білсеңіздер, адам тек қарулы күштерде жүріп қана өлмейді.
Адам мектепте де, балабақшада да, өкінішке қарай жолда да көз жұмуы мүмкін. Сондықтан мен соған ғана екпін қоймас едім. Статистика бар, оны көрсететін формат бар. Қарулы күштерде мұндай жағдайлар айтарлықтай азайған. Осымен бүгінгі жаңалықтарымыз аяқталды. Арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңдар достар.